Ханымдар мен мырзалар, Тестап интеллектуалдар ойынына қош келдіңіздер. Ойын басталмас бұрын топтарға бөлініп, қағаз, қалам алып, жайғаса беріңіздер. Сонымен ең көңілді зияткерлер додасы Тестап куизін бастайық. Келер жарты сағатыңыз ерекше көңілді өтуіне тілектеспіз. Тестап! 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 Біріншіден, ойын форматын түсіндіріп өтсек. Үй куизі экранда көрсетілген 4 кезеңнен тұрады. Әр кезеңде 7 сұрақтан. Сұрақтың қиындығына қарай ойлануға 30-60 секунд беріледі. Арасында демалып, бой жазу үшін бір үзіліс болады. Ойын қалай өтеді? Алдымен экрандағы сұрақты мұқият тыңдаңыз. Одан соң берілген уақыт ішінде тобыңызбен ақылдасып, жауабыңызды қағазға жазыңыз. Кезең соңында қағаздарды өзара алмастырып, бір-бірлеріңіздің жауаптарыңызды тексеріңіздер. Тестап KZ аккаунтын белгілеп стори салам демесеңіз, басқа жағдайда ойын барысында телефон қолдануға болмайды. Осымен көп сөзді қойып, ойынды бастайық. Бірінші кезең. Бірінші кезең таңда деп аталады. Өйткені әр сұраққа 4 жауап нұсқасы беріледі. Сұрақтар сан түрлі тақырыпта келуі мүмкін. Ойлануға 30 секунд және әр дұрыс жауапқа 1 ұпай беріледі. Бірінші сұрақ. Тұңғыш қазақстандық анимациялық картина. А. Қарлығаштың құйрығы неге айыр? Б. Ақсақ құлан. С. Қожа Насыр құрылысшы. Д. Күн сәулесінен пайда болған көжек. Екінші сұрақ. Жасанды бүйректі қолдану арқылы талғамалы диффузия әдісімен қанды тазалау қалай аталады? А. Гемостаз. Б. Гемодиализ. С. Гематомиелия. Д. Гельминтоз. Үшінші сұрақ. Француз тілі қай елде мемлекеттік тіл емес? А. Канада. Б. Камерун. С. Швейцария. Д. Тунис. Төртінші сұрақ. Ескі құдаларға қатысты тіркесте қай түс кездеседі? А. Ақ. Б. Сары. С. Қоңыр. Д. Ала. Бесінші сұрақ. Суретте көрсетілген пиццаны атаңыз. А. Маргарита. Б. Пепперони. С. Болоньезе. Д. Гавайи.
Алтыншы сұрақ. Жануарлардың қайсысы басқалардан ертерек қолға үйретілді? А. Жылқы. Б. Сиыр. С. Ит. Д. Мысық. Соңғы 7-ші сұрақ. Абель премиясы қай саланың мамандарына беріледі? А. Математика. Б. Информатика. С. Медицина. Д. Журналистика. Осымен алғашқы кезең аяқталды. Сұрақтарды қайталап өтейік. Тұңғыш қазақстандық анимациялық картина. А. Қарлығаштың құйрығы неге айыр? Б. Ақсақ құлан. С. Қожанасыр құрылысшы. Д. Күн сәулесінен пайда болған көжек. Екінші сұрақ. Жасанды бүйректі қолдану арқылы талғамалы диффузия әдісімен қанды тазалау қалай аталады? А. Гемостаз. Б. Гемодиализ. С. Гематомиелия. Д. Гельминтоз. Үшінші сұрақ. Француз тілі қай елде мемлекеттік тіл емес? А. Канада. Б. Камерун. С. Швейцария. Д. Тунис. Төртінші сұрақ. Ескі құдаларға қатысты тіркесте қай түс кездеседі? А. Ақ. Б. Сары. С. Қоңыр. Д. Ала. Бесінші сұрақ. Суретте көрсетілген пиццаны атаңыз. А. Маргарита. Б. Пепперони. С. Болоньезе. Д. Гавайи. Алтыншы сұрақ. Жануарлардың қайсысы басқалардан ертерек қолға үйретілді? А. Жылқы. Б. Сиыр. С. Ит. Д. Мысық. Жетінші сұрақ. Абель премиясы қай саланың мамандарына беріледі? А. Математика. Б. Информатика. С. Медицина. Д. Журналистика. Уақыт бітті. Жауап қағаздарын өзара алмастырыңыздар. Қазір дұрыс жауаптарын оқимын, ал сіздер басқа команданың жауап қағазын тексеріп, әр дұрыс жауапқа 1 ұпай беріп, жалпы ұпай санын шығарыңыз. Ал кеттік. Тұңғыш қазақстандық анимациялық картина «Қарлығаштың құйрығы неге айыр?» Екінші сұрақ. Жасанды бүйректі қолдану арқылы талғамалы диффузия әдісімен қанды тазалау гемодиализ деп аталады. Француз тілі Тунис елінің мемлекеттік тілі емес. Төртінші сұрақ. Ескі құдаларға қатысты тіркесте қай түс кездеседі? Сары. Халқымыз ескі құдаларды сары сүйек құдалар деп те атайды. Бесінші сұрақта көрсетілген пицца Маргарита. Жануарлардың қайсысы басқалардан ертерек қолға үйретілді? Әрине, ит. Жетінші сұрақ. Абель премиясы математика саласының мамандарына беріледі. Абель премиясы математикадағы Нобель сыйлығының аналогы. Тамаша, бұл тек бірінші кезең. Сіздерде әлі де ұпай жинауға мүмкіндіктеріңіз бар. Олай болса, екінші кезең. Бұл кезеңнің атауы екі ойлан. Мұнда логикаға негізделген сұрақтар келеді. Сондықтан мұқият ойлануға 1 минут қана уақыт бар. Әр дұрыс жауапқа 1 ұпай беріледі. Олай болса, кеттік. Бірінші сұрақ. Қазақ халқында ат қоюда кең таралған белгілі бір мотивке негізделіп қойылған Мүкәррам, Сафар, Ережеп секілді кісі есімдері бар. Осы мотивке сәйкес ең кең таралған кісі есімі қандай?
Екінші сұрақ. Instagram лентасында кездесетін жоғалып кеткен үй жануарларының иесімен қайта қауышатын видеоларын көруден алдын бүйту ұсынылады. Бүйту видеодағы қуаныш сезімін толық сезінуге көмектесетіні меңзеледі. Бүйту дегеніміз не істеу? Үшінші сұрақ. Кеңес заманда Арменияда ПАЗ 972М автобусының негізінде ерекше автоүйлер жасалған. Осы автоүйлерді жасаушылар өз өнімдерінің басқалардан артықшылығы ретінде автоүйдің артқы бөлігінде орналастырылған X-ті көрсетеді. X-ті түркі сөзімен атаңыз. Төртінші сұрақ. Былтыр еліміздің оңтүстік өңірлерінде дауыл салдарынан көп ғимараттардың бөлшектері айналадағы адамдарға қауіп туғызып, тұрғындарды үрей басқан еді. Сол уақытта оқу орнының суреттерімен бөліскен студент универдің аты затына сай боп тұр деп әзілдеген. Әңгіме қайсы университет туралы екенін айтыңыз. Бесінші сұрақ. Қазақ тілінің түсіндірме сөздігі қолмен, таяқпен немесе басқа да затпен ұрып жіберу, салып қалу, соғу деп түсіндіретін етістікпен бірдей аталатын қай мемлекет?
Алтыншы сұрақ. Бір туристік сайтта дың қасында бюджеттік нұсқа деп жазылған. Prizevout.ru сайты ға әскери тұрғыдан басқаша түсініктеме береді. Жұлдызша деп шифрленген сөз тіркесін отандық бағдарлама немесе ән атауымен атаңыз. Соңғы 7-ші сұрақ. Өткен ғасырдың 50-ші жылдарында Қытайдан келген Чичи есімді қонақты ақш билігі оның социалистік өткені үшін өздерінде қабылдай алмайтын мәлімдеді. Сол себептен де Чичи Лондонға аттанды. Чичиді ерекше дипломатиялық сый ретінде жібергенін айтып, қытайлықтар осы келеңсіз жайт үшін ақшқа реніш білдірген еді. Осы түсініспеушілікке себеп болған Чичи кім еді? Олай болса, екінші кезең сұрақтарын тағы бір мәрте қайталап өтейік. Бірінші сұрақ. Қазақ халқында ат қоюда кең таралған белгілі бір мотивке негізделіп қойылған Мүкәррәм, Сафар, Ережеп секілді кісі есімдері бар. Осы мотивке сәйкес ең кең таралған кісі есімі қандай? Екінші сұрақ. Instagram лентасында кездесетін жоғалып кеткен үй жануарларының иесімен қайта қауышатын видеоларын көруден алдын бүйту ұсынылады. Бүйту видеодағы қуаныш сезімін толық сезінуге көмектесетіні меңзеледі. Бүйту дегеніміз не істеу? Келесі сұрақ. Кеңес заманында Арменияда ПАЗ 972М автобусының негізінде ерекше автоүйлер жасалған. Осы автоүйлерді жасаушылар өз өнімдерінің басқалардан артықшылығы ретінде автоүйдің артқы бөлігінде орналастырылған X-ті көрсетеді. X-ті түркі сөзімен атаңыз. Төртінші сұрақ. Былтыр еліміздің оңтүстік өңірлерінде дауыл салдарынан көп ғимараттардың бөлшектері айналадағы адамдарға қауіп туғызып, тұрғындарды үрей басқан еді. Сол уақытта оқу орнының суреттерімен бөліскен студент универдің аты затына сай боп тұр деп әзілдеген еді. Әңгіме қайсы университет туралы екенін айтыңыз. Бесінші сұрақ. Қазақ тілінің түсіндірме сөздігі қолмен, таяқпен немесе басқа да затпен ұрып жіберу, салып қалу, соғу деп түсіндіретін етістікпен бірдей аталатын қай мемлекет? Алтыншы сұрақ. Бір туристік сайтта дың қасында бюджеттік нұсқа деп жазылған. Prizevout.ru сайты ға әскери тұрғыдан басқаша түсініктеме береді. Жұлдызша деп шифрленген сөз тіркесін отандық бағдарлама немесе ән атауымен атаңыз. Соңғы сұрақ. Өткен ғасырдың 50-ші жылдарында Қытайдан келген Чичи есімді қонақты ақш билігі оның социалистік өткені үшін өздерінде қабылдай алмайтын мәлімдеді. Сол себептен де Чичи Лондонға аттанды. Чичиді ерекше дипломатиялық сый ретінде жібергенін айтып, қытайлықтар осы келеңсіз жайт үшін ақшқа реніш білдірген еді. Осы түсініспеушілікке себеп болған Чичи кім еді? Кезең аяқталды. Қағаздарды алмастырайық. Дұрыс жауаптарды бірге оқиық.
Қазақ халқында ат қоюда кең таралған белгілі бір мотивке негізделіп қойылған Мүкәррәм, Сафар, Ережеп секілді кісі есімдері бар. Осы мотивке сәйкес ең кең таралған кісі есімі Рамазан. Бұл кісі есімдер арабша ай атауларына негізделіп қойылған, ал Рамазан айының құрметіне қойылған есімдер қазақ халқында көптеп кездеседі. Инстаграм лентасында кездесетін жоғалып кеткен үй жануарларының иесімен қайта қауышатын видеоларын көруден алдын бүйту ұсынылады. Бүйту дегеніміз дауысын шығару, дауыспен көру. Иксті түркі сөзімен мангал деп сипаттаймыз. Армения елі кеңес заманында да бүгінде де өздерінің кәуаптарымен танымал. Сондықтан мангалды автоүйдің құрамдас бөлігі ретінде қосқан. Бұл университет Қорқыт Ата университеті. Қазақ тілінің түсіндірме сөздігінде берілген етістікпен бірдей аталатын мемлекет Перу. 6-шы сұрақтың жауабы 2 жұлдыз. 2 жұлдызды қонақ үй мен лейтенанттың 2 жұлдызы туралы айтылған, ал біз жасырған бағдарлама 2 жұлдыз бағдарламасы. Соңғы сұрақтағы ақш билігі мен Қытайдың арасындағы түсініспеушілікке себеп болған Чичи панда еді. Қытай халқында панда дипломатияда өткен ғасырда кеңінен қолданылды. Тамаша, ойынның жартысына келіп қалдық. Сондықтан видеоны тоқтатып, үзіліс жасап алсаңыз болады. Олай болса, ойынға қайта оралайық. 3-ші кезеңнің атауы заманауи. Мұнда кино, музыкадан жалпы медиа сұрақтар келеді. Сұрақтарға 30-60 секундтан беріледі және әдеттегідей дұрыс жауапқа 1 ұпай. Дайын болсаңыз бастайық. 1-ші сұрақ. Диалог қай фильмнен алынған? Жарамды емдегенің үшін рахмет. Жарайды. Қай жерде болдыңдар? Бізді Қызыл Крест кемесімен Сан-Паулодан эвакуациялады. Үнемі кемеде қалуға болмайды. Оның рас. Қорымызды ас сумен толықтыру үшін порттарға кіруге тура келді. Сөйтіп жүріп біреу вирус жұқтырды. Арамыздағы 5-еумізде иммунитет болды. 5 дедің бе? Қалғандарын вирус жұқтырғандар ұстап алды. 2-ші сұрақ. Ұшқыштарға тілек айтқанда 1-ші мен 2-шінің саны тең болсын дегенді жиі естуге болады. 1-ші мен 2-шіні атаңыз. Үшінші сұрақ. Әннің түпнұсқасын және осы каверді орындаушы топтарды атаңыз. Табысты тағдыр біздің өмір көшінде, сол бір мөлдір шақ менің есімде қалдым мекен сол бір сәт сенің есіңде. Төртінші сұрақ. 2004 жылы Ұлыбританияда премьер-министр сайлауынан бұрын оқушылар арасында өткен сауалнаманың нәтижесінде сол кездегі премьер Тони Блэр 3-ші орын, футбол жұлдызы Уэйн Руни 1-ші орын алады. Осы сауалнамада 2-ші орын алған кісі сайлауға қатысу мүмкін емес еді. Осы кісіні атаңыз.
Бесінші сұрақ. Дауыс иесін атаңыз. Ненің әділетсіздігі, Түркияның төрешінің әділетсіздігі сонда әкелді. Сондықтан мен айтамын да қазіргі төрешілерге әділетсіздік жасамаңдар. Қазақстанда әділетсіздік жасамаңдар. Олар айтады, Өзбекстанға барсақ, бізді Өзбекстанның боксшыларына жығып береді ғой, не істейміз дейді. Мен айтамын, олар сонда істесе де, сендер Қазақстанда істемеңдер олай. Әділетсіздік жасамаңдар. Енді тең ойын болады, тең ойын болған кезде Өзбекстан, Қазақстанға беруге болады. Алтыншы сұрақ. Финляндия билігі жол апатынан бұғылардың өмірін сақтап қалу мақсатында олардың мүйіздеріне қараңғыда жарқырап көрінетін бояу жағып қояды. Осыдан кейін жергілікті халық бұғыларды біздің осылар деп атай бастады. Осылар дегеніміз кімдер? Соңғы 7-ші сұрақ. Қайсы әдеби шығармадан өзінді естіп тұрсыз? Бұл кісі денсаулығының нашарлауы себепті қаладан көшіп келген мұғалім екен. Бізге күн сайын үйінен әкелген қағазды бір-бір парақтан үлестіріп беріп, әріптерді үйрете бастады. Аян екеуміз бір партаға отырғанбыз. Бірінші күннен ақ ол зеректігімен көзге түсті. Мұғалімнің тақтаға жазған әріптерін айна қатесіз қағазға түсіріп, тез жаттап алып жүрді. Тіпті келе-келе күніне бір-екі әріптен ғана өткенімізге көңілі толмай. Барлық әріптерді тезірек неге үйретпейді екен, шіркін ағама хат жазар едім деп күңкілдейтін. Олай болса сұрақтарды тағы бір мәрте қайталап өтейік. Бірінші сұрақ. Диалог қай фильмнен алынған? Жарамды емдегенің үшін рахмет. Жарайды. Қай жерде болдыңдар? Бізді Қызыл Крест кемесімен Сан-Паулодан эвакуациялады. Үнемі кемеде қалуға болмайды. Оның рас. Қорымызды ас сумен толықтыру үшін порттарға кіруге тура келді. Сөйтіп жүріп біреу вирус жұқтырды. Арамыздағы бесеумізде иммунитет болды. Бесеу дедің бе? Қалғандарын вирус жұқтырғандар ұстап алды. Екінші сұрақ. Ұшқыштарға тілек айтқанда бірінші мен екіншінің саны тең болсын дегенді жиі естуге болады. Бірінші мен екіншіні атаңыз. Үшінші сұрақ. Әннің түпнұсқасын және осы каверді орындаушы топтарды атаңыз. Табысты тағдыр біздің өмір көшінде, сол бір мөлдір шақ менің есімде қалдым екен, сол бір сәт сенің есіңде. Төртінші сұрақ. 2004 жылы Ұлыбританияда премьер-министр сайлауынан бұрын оқушылар арасында өткен сауалнаманың нәтижесінде сол кездегі премьер Тони Блэр 3-ші орын, футбол жұлдызы Уэйн Руни 1-ші орын алады. Осы сауалнамада 2-ші орын алған кісі сайлауға қатысуы мүмкін емес еді. Осы кісіні атаңыз. 5-ші сұрақ. Дауыс иесін атаңыз. Ненің әділетсіздігі, Түркияның төрешінің әділетсіздігі сонда әкелді. Сондықтан мен айтамын да қазіргі төрешілерге әділетсіздік жасамаңдар. Қазақстанда әділетсіздік жасамаңдар. Олар айтады, Өзбекстанға барсақ, бізді Өзбекстанның боксшыларына жығып береді ғой, не істейміз дейді. Мен айтамын, олар сонда істесе де, сендер Қазақстанда істемеңдер олай. Әділетсіздік жасамаңдар. Енді тең ойын болады, тең ойын болған кезде Өзбекстан, Қазақстанға беруге болады. 6-шы сұрақ.
Финляндия билігі жол апатынан бұғылардың өмірін сақтап қалу мақсатында олардың мүйіздеріне қараңғыда жарқырап көрінетін бояу жағып қояды. Осыдан кейін жергілікті халық бұғыларды біздің ослар деп атай бастады. Ослар дегеніміз кімдер? 7-ші сұрақ. Қайсы әдеби шығармадан үзінді естіп тұрсыз? Бұл кісі денсаулығының нашарлауы себепті қаладан көшіп келген мұғалім екен. Бізге күн сайын үйінен әкелген қағазды бір-бір парақтан үлестіріп беріп, әріптерді үйрете бастады. Аян екеуміз бір партаға отырғанбыз. Бірінші күннен ақ ол зеректігімен көзге түсті. Мұғалімнің тақтаға жазған әріптерін айна қатесіз қағазға түсіріп, тез жаттап алып жүрді. Тіпті келе-келе күніне 1-2 әріптен ғана өткенімізге көңілі толмай. Барлық әріптерді тезірек неге үйретпейді екен, шіркін ағама хат жазар едім деп күңкілдейтін. Бұл 3-ші кезеңнің соңғы сұрағы. Жауаптарыңызды жазып, қағаздарыңызды алмастырыңыздар. Олай болса, 3-ші кезең сұрақтарының жауаптарына көшейік. 1-ші сұрақтағы диалог «Мен аңызбын» фильмінен алынған. 2-ші сұрақтағы ұшқыштарға тілек айтқандағы 1-ші мен 2-ші ұшу мен қону. 3-ші сұрақтағы әннің түпнұсқасы Мозарт тобына, ал кавер Заман тобына тиесілі. 4-ші сұрақтағы сауалнамада 2-ші орын алған кісі сайлауға қатысу мүмкін емес еді. Ол кісі Гарри Поттер еді. 5-ші сұрақтағы дауыс иесі Ермахан Ыбырайымов. 6-ші сұрақтағы Финляндия халқы біздің ослар деп атай бастаған джедайлар. Және 7-ші соңғы сұрақтың жауабы Жусан иісі. Үзінді Сайын Мұратбековтің Жусан иісі драмасынан берілген. Мінекей осылайша соңғы кезеңге де жетіп қалдық. Енді барлық күш-жігерлеріңізді жинап, соңғы мүмкіндіктеріңізді пайдаланыңыздар. Плюс деп аталатын бұл кезең басқа кезеңге қарағанда өзгеше. Өйткені бұл кезең тәуекел ететін кезең. Егер жауабыңызға сенімді болсаңыз, сол жауаптың қасына плюс белгісін қойып, қосымша 1 пай ала аласыз. Алайда ол жауабыңыз дұрыс болмаса, минус 1 пай аласыз. Егер жауабыңызға сенімді болмасаңыз, ешқандай белгі қоймайсыз. Сол кезде әдеттегідей дұрыс жауапқа 1, қате жауапқа 0 пай аласыз. Барлығы түсінікті болса, соңғы шешуші кезеңді бастайық. 1-ші сұрақ. Microsoft Bing іздеу жүйесі кең тарала қойған жоқ. Статистика бойынша онда ізделетін ең жиі сұраныс сөз танымал англицизм болған екен. Осы англицизммен бірдей аталатын компанияны атаңыз. Екінші сұрақ. ТМД елдерінен Еуропаға қоныс аударған кісілердің көбі бір үйде 4-5 ол болғаннан қиналатын айтады. Жақында Францияда сізге қандай азық-түлік алу қажет екенін хабарлайтын ақылды олар пайда болды. Оны 2 сөзбен жазыңыз.
Үшінші сұрақ. Ресей империясының казактардан құралған полкі соғыста ерекше жанкештілігімен және ат үстінде керемет ойнаумен атағы шыққан. Алайда ұзақ уақыт бойы осы полктың маршы болмапты. Кейін Александр II олардың соғысқа үйленуге бара жатқандай әдемілігіне сүйсініп, осы композитордың шығармасын оларға марш етіпті. Осы композиторды атаңыз. Төртінші сұрақ. Суреттегі сағаттарды маркалар бойынша сәйкестендіріңіз. А. Хаблот, Б. Rolex, С. Тишот, Д. Казио. Бесінші сұрақ. Зерттеушілер түрлі курстардың көп сатылуын сараптай келе, адамдардың өздері ізденбей, шайнап берілген ақпаратқа құмарлығы артқандығын айтады. Осының бір көрінісі ретінде YouTube'дағы X-терді қолдануға арналған X-терді айтуымызға болады. X-терді атаңыз. Алтыншы сұрақ. Тәуелсіз заманауи арт жобасының жақын уақытқа жоспарланған қойылымы атомнан уланып, су мен өрттен зардап шегу мұңына арналады. Бұл қойылымның атауы 1961 жылғы шығарманың атауына кереғар қойылған. Қойылым атауын жазыңыз.
7-ші сұрақ. Borg компаниясы X-тің сымсыз түрін жасап шығарып, технологиялық жаңалық деп көрсеткенде, көпшілік X-тің сымсыз түрі бірнеше ғасырлар бұрын болғанын айтып күледі. Берік Сұлтан елдің беделі үшін Әлімханұлының әр жекпе-жек алдында X-пен жұмыс істейтінін айтады. X-ті атаңыз. Олай болса, соңғы кезең сұрақтарын қайталап өтейік. Microsoft Bing іздеу жүйесі кең тарала қойған жоқ. Статистика бойынша онда ізделетін ең жиі сұраныс сөз танымал англицизм болған екен. Осы англицизммен бірдей аталатын компанияны атаңыз. Екінші сұрақ. ТМД елдерінен Еуропаға қоныс аударған кісілердің көбі бір үйде 4-5 ол болғаннан қиналатын айтады. Жақында Францияда сізге қандай азық-түлік алу қажет екенін хабарлайтын ақылды олар пайда болды. Оны 2 сөзбен жазыңыз. Үшінші сұрақ. Ресей империясының казактардан құралған полкі соғыста ерекше жанкештілігімен және ат үстінде керемет ойнауымен атағы шыққан. Алайда ұзақ уақыт бойы осы полктың маршы болмапты. Кейін Александр II олардың соғысқа үйленуге бара жатқандай әдемілігіне сүйсініп, осы композитордың шығармасын оларға марш етіпті. Осы композиторды атаңыз. Төртінші сұрақ. Суреттегі сағаттарды маркалар бойынша сәйкестендіріңіз. А. Хабблет, Б. Rolex, С. Тишот, Д. Casio. Бесінші сұрақ. Зерттеушілер түрлі курстардың көп сатылуын сараптай келе, адамдардың өздері ізденбей, шайнап берілген ақпаратқа құмарлығы артқандығын айтады. Осының бір көрінісі ретінде YouTube'тағы X-терді қолдануға арналған X-терді айтуымызға болады. X-терді атаңыз. Тәуелсіз заманауи арт жобасының жақын уақытқа жоспарланған қойылымы атымнан уланып су мен өрттен зардап шегу мұңына арналады. Бұл қойылымның атауы 1961 жылғы шығарманың атауына кереғар қойылған. Қойылым атауын жазыңыз. Соңғы сұрақ. Borg компаниясы X-тің сымсыз түрін жасап шығарып, технологиялық жаңалық деп көрсеткенде, көпшілік X-тің сымсыз түрі бірнеше ғасырлар бұрын болғанын айтып күледі. Берік Сұлтан елдің беделі үшін Әлімханұлының әр жекпе-жек алдында X-пен жұмыс істейтінін айтады. X-ті атаңыз. Кезең аяқталды. Қағаздарды алмастырайық. Дұрыс жауаптарды бірге оқиық. Бірінші сұрақтағы англицизммен бірдей аталатын компания Google. Екінші сұрақтың жауабы қоқыс жәшігі. Яғни ақылды олар қоқыс жәшігі. Еуропа елдерінде қоқысты дұрыс бөліп салуға қатты мән беріледі. Тіпті осы ережені сақтамағандарға айыппұл да салынады екен. Үшінші сұрақтың жауабы. Александр II Мендельсон атты композитордың шығармасын марш етіпті. Төртінші сұрақтың жауабы. Суреттегі сағаттар келесі сандары бойынша сәйкеседі. А4, Б3, С2, Д1. Бесінші сұрақтағы YouTube'тағы X-терді қолдануға арналған X-терді айтуымызға болады. X-тер бұл лайфхактар, яғни нұсқаулықтар. Алтыншы сұрақтың жауабы. Бұл шығарманың атауы жерге табын адам енді. Мұндағы шығарма адамға табын жер енді атты Олжас Сүлейменовтің туындысы еді. Жетінші сұрақтың жауабы. Бұл X дегеніміз үтік. Үтіктің ішіне шоқ салынатын сымсыз түрі өте ертеде пайда болған. Берік Сұлтан Жәнібек Әлімханұлының жекпе-жегінен алдын туды үтіктейді екен. Енді әр топтың жинаған ұпайын санап шығыңыздар. Ең көп ұпай жинаған топ жеңімпаз атанады. Бірнеше команданың ұпай саны бірдей болған жағдайда соңғы кезең шешуші рөл атқарады. Құрметті ойыншылар, осымен тест-тап куизі аяқталды. Ойын ұнаса,
Тестап KZ аккаунтын белгілеп, дос таныстарыңызға осындай пайдалы әрі көңілді уақыт өткізу түрі бар екенін айтып жүріңіз. Ойын ұнаса, сіздерді қалаңыздың мейрамханаларында өтетін Тестап квиз ойындарына шақырамыз. Ойын үшін алғыс білдіреміз. Бұдан басқа да онлайн және офлайн квиздер туралы ақпаратты экрандағы QR-ды сканерлеп, Instagram парақшамыздан біле аласыздар. Келесі ойындарда кездескенше. Тестап зияткерлік ойынына қош келдіңіздер.